Сәлем баршаңызға, Бал Қаймақ каналына қош келдіңіз. Бүгін үй жағдайында ауызда еритін, жұмсақ әрі тез дайындалатын медовик дайындаймыз. Мен арзан медпен жасап бастадым. Ыдысымызға мётымызды, жұмыртқамызды және шекерімізді салып араластырамыз. Үстіне сары майымызды салып, баяу отқа қойып араластырып тұрамыз. Сары май үй температурасында еріген болғаны жақсы. Менікі сәл тастайлау болды. Үстіне бір қасық ас содасын салып, әбден көпіргенше баяу отта араластырамыз. Суытып алып, баяу оттан түсіріп суытып алып, жұмсақ қамыр илейміз. Қамырымызды күлшелерге бөліп, 6-7 күлшеге бөліп аламыз. Және оларды біртіндеп пергамент қағазын жайып, жұп-жұқа етіп жайып шығамыз. Үстерін жаймендеп шаншқымен тесіп қойсаңыз да болады. Көтеріліп кетіп, асты піспей қалмау үшін. Және 180 градуста 2-3 минутта пешке қойып пісіріп аламыз. Қарап тұрмасаңыз күйіп кетуі мүмкін. Өте жұқа қамырлар, сондықтан күйіп кетуі мүмкін. Қарап тұруыңыз керек. Және осы 6-7 қамырымызды пісіріп алғаннан кейін күлшелерімізді әдемілеп тортымызды жинай бастаймыз. Енді креміне кірісеміз. Мен қаймақ пен сгущенканы араластырдым. Өзіңіздің қалауыңыз бойынша сары маймен де сгущенканы араластырып крем жасауға болады. Осы видео ұнаса лайк басып, каналыма тіркеліп, қоңыраушаны басуды ұмытпаңыздар. Блендердің көмегімен араластырып аламыз әдемілеп. Және де корждарымызды жинап, айналасын тегістеп, осылай кальцонның көмегімен тегістеп кесіп аламыз. Кесіп, және осы кальцонның көмегімен біртіндеп арасына кремдерін молдау қылып жағып, бір тегіс қылып жағып, тортымызды жинаймыз. Бұл крем сіңген кезде ауызда еритіндей болады, өйткені жұмсақ болып шығады. Енді қалған корждарды осылай жинап, блендерге салып, блендердің көмегімен ұнтап аламыз. Блендермен жақсы ұнтатылады, бір тегіс болып шығады, мап-майда болып. Енді бұны кремдерімізді жан-жағына әдемілеп жағып алып, корждармен жағатын боламыз. Корждың ұнтақтарын жағып, тортымызды әсемдейміз. Қазір көрінген кезде тастай ұқсап тұрған сияқты, ал енді крем сіңген кезде ол жұмсақ мап-майда